Жакай маанай менен сабагымды баштайын. Балдар, көрдүңөрбү сыртта абарай сонун болуп турабы? Күн кантип күлүп турат? Ана бирибизди карап жылмайып коебуз. Азаматсың. Анда бири-бирибизге жакшы маанай тартуулайбыз. Кана, Диана баштачы. Эмир, сен жакшы баласың. Айнерим. Айтам. Элмир, сен күчтүү баласың деп. Азамат жак айтпасы деп. Азаматсың. Илхам. Илхам, сен жакшы күчтүү баласың. Азамат. Аруза. Аруза, сен жакшысың. Алия. Азаматсыңар, бери карайбыз. Балдар, биз өткөн сабакта, мурунку сабактарда мезгилдер жөнүндө өткөнбүз, Кана айткылачы, бир жылда канча мезгил бар? 4 мезгил бар. Кана кайсы мезгил? Диана, тура кой, отурсаң туруп. Азыр кайсы мезгил? Жаз, андан кийин? Жок, күн ысып баратат, күндөн күнгө күн ысып баратат. Кайсы мезгил? Жай мезгил, андан кийин? Жайдан кийин алма бышып, бүт бар сеткаларга терет күз мезгил, андан кийин кыш мезгил. Кайсы экен балдар, кандай экен? Жай, күз, кыш. Азыр кайсы мезгил? Жаз мезгили, күз эмес, жаз мезгили. Анткени эч-тамарай кандай болот? Жылуу. Адамдарчы? Адамдар кандай кийинди? Юбка кийинип баштадык Азаматына. Мурун кышында абарай кандай болгон? Суук болгон. Суук болгондо эмне жачы эле? Кар жачы. Азыр абарай кичине салкындаганда эмне жайт балдар? Жар жайт. Көрдүңөрбү? Кар жаап, тоңуп, күн жылыганда алар эрип, муздан эрип сууга айланат. Азыр жазда эмне жайт экен? Жамгыр жайт экен. Bir akın atamыздың ömür otun tutantып, жарып чыккан аккан суу, көп жылгая асканы, тешип чыккан аккан суу дейт. Балдар, бүгүн эмне жөнүндө сөз кылат экенбиз? Суу жөнүндө. Билебизби суу эмне экенин? Ооба. Каяктан кездештирдик эле сууну? Бассейнден. Булактан сатат. Ысык көлдөн. Эмне экен суу? Таштын арасынан чыгат экен, Андан кийин дагы бир сүрөт көргөзөйүн. Мындай сүрөт көрдүңөр беле? Каяктан көрдүң? Бул эмне болуп турат? Каякта бар бизде Бишкекте? Парктарда бар, Борборубуздун ортосунда бар, Аянтта барбы? Бар. Музыка менен чыгып, фонтандар эмне кылат? Бийлешет ар түрдө, Андан кийин мынакей, мондай сонун сүрөттөр бар экен. Каяктан көрдүң? Бул эмне? Жерден суу түтүгүнөн чыгып атат. Көрдүңөрбү балдар? Бул эмне? Тоодан саркыратма агып, ылдый түшүп атат. Бийиктиктен ылдый агып түшүп Балдар, бул ким экен? Тамчы кыз экен. Өзүнүн тамчы сиңдилерин издеп жүрөм дейт. Тамчы кыз, биз азыркы убакта суу жөнүндө түшүнүп атканбыз, суу жөнүндө балдар айтып берип атканбыз, Суу каяктан кездешип, жаңы эле суу жөнүндө сөз кылып атканбыз. Келе кой, сен дагы отуруп, биз менен азыр биримдикте көрөбүз, андан кийин дагы сабак кылып атабыз. Акырын көрүңөр балдар, бул айнек идиш. Анан суу суюк болот. Сууну кайнатса, бууга айланат. Азыр биз эмне кылат экенбиз?
Eksperiment деп тәжірибе жүргіземіз. Суны барлық қашықта аламыз. Қашықта алып, не қыласыз? Суға салғанша. Суға қашықты салдық ба? Байқағыларшы. Қашық көрініп жатқан суда. Демек, суның өңі қандай екен? Су қандай болады? Суның таза екен. Эми, қана сен азамат. Қашықты алып, сүтке саламыз. Салдық ба? Қарағыларшы, қашығымыз. Қана сен қашықты алып, сүтке сал. Балдар біздің қашығымыз көрініп атау, көрінбей тау? Көрінбей тау. Қашықтың башы көрініп атау? Судан көрінген, сүттен шы? Көрінбей тау. Демек, сүттің өңі қандай екен? Бұл тәжірибада сүтті менен суыны салыштырды. Азамат сыңарда. Эми, жылы су, анан мұздақ су. Астыңардағы бұл эмне? Қант рафинаты. Алдыңарға азыр мұндай тапшырма. Қантты алабыздағы су менен, жылы су менен мұздақ суға салабыз. Эки қантты. Қана экөні эки идишке салуға. Эки қантты мұздақ суға стаканның сыртын қармап көрсеңіз, жылу, анан мұздақ су тұрады, балдар астыңызда. Қарап тұрғыла. Жақшылап қарап тұрғыла. Қанттарыңыз қачып кетпесін? Сал. Мында сал. Қана сен. Сал қойдың. Эми, қашықты алабыз. Қалаған жылу судағы қанттар араластырабыз. Жылу судағы. Жылу судағы қантқа не қылабыз? Идишке саламыз. Екіншісін араластырабыз. Араластырдық бы? Бері қарағылар. Қайсы суда қант тез ерейді екен? Жылу суда. Қайсы суда? Жылу суда. Қайсы суда кеч ерейді екен? Мұздақ суда. Балдар көрдіңіз бе? Суның температурасы қаншалық жоғары болса, мысалы, біз қантты салдық па жылу суға? Ошонда не oldu? Жылу суда температурасы жоғары болады. Тез erip кетті. Мұздақ суда қанты? Ерназар. Не oldu мұздақ суда қантығыз? Ери. Көрдіңіз? Анткени анын температурасы төмен екен. Дамын текшеріп көрөз. Телевайтенде қарач қолымды. Телевайтенде не салып үйдің қолымды. Мен ичейін отқан, дамын көрөйін отқан. Телевайтенде біліп салдың бұл сен? Телевайтенде. Телевайтенде бізге құш келіптірсің. Бирок тамчы қыз айтып отады, бұған не салдыңыз ичели деп отқанбыз деп? Бибе қалып тұрбын. Сіздер бияқта жағлай тұтқасыға. Біз су жөнінде үйреніп отқанбыз, балдар? Су қайсы уақытта тез ерейді, суны сүтке салса қандай болады, суға. Біз эксперимент, тәжірибе жүргізіп отқанбыз. Андан кейін жылы суның дамын білели деп жатсақ, сен қарачы тамчы қыздың сусына салып едің бе? Не қылыш керек еле тамчы қыз бірінші, не қылышыңыз керек? Қолды жуыш керек. Мен қаяққа жойын? Балдар. Мына, бізге дағы бір қонақ келді. Кел оға, кім екеніңізді таныштырыңызшы? Саламатсыңар бі балдар. Қалышты сенің кім екеніңді білбей ақша? Есілер бі мен кім екенім? Жоқ. Менің атым Майдадыр. Майдадыр де. Кім екен балдар аты? Майдадыр. Майдадыр. Мен тазалықтың ашқыншы
Таза балдарды тазалықты деп. Aliya. Sözdük hangisiga suvni singan yerga qo'y. Azamat. Ag'in sudaram yo'q. Ag'in sudaram yo'q dedilar. Tasavvursun Mustafa bar jup getirgan. Azamatsın. Baарын жууп кетирген. Суу бизге аябай эле керек экен балдар. Көрдүңөрбү? Анда акын аталарыбыздын суу жөнүндө жазгандырларын айтып беребиз. Жер жүзүнө жайылып, толуп чыккан акан суу, жети каба жер асты, жарып чыккан акан суу. Жер olan барсын балып чыккан акан суу, алты каба жер астын жарып чыккан акан суу. Алтын канатча суюп, балык чыккан акан суу, ада тоонун койнунан алып чыккан акан суу. Көмөш канатча суюп, балык чыккан акан суу, кара жердин астынан жылып чыккан акан суу. Суу бушкан суу, аскан суудан чыккан суу, тартканага болот деп, тарткайды жуткан суу. Азамат. Достук командасы Эрназар айтабы суу жөнүндө. Суунун өңү кандай болот? Таза тунук болот, Балдар дагы кана икам. Сууга тийбеш керек. Сууга түкүрбөш керек, туура. Сууга дагы туну бурабаш керек. Алманы жепитип, түкүрбөш керек. Алманы жепитип сууга, аралаткан сууга ыргытпаш керек. Элчик. Ичкен сууну эмне кылышыбыз керек? Агызып коюш керекпи? Жок. Бактадан колду жуучуп ачып коюш керек. Үйдөгү сууну таза ичиш керек, Азамат. Силерге бир упай. Сууга түкүрбөш керек. Сууга түкүрбөш керек, Азамат. Кана балдар. Эң жакшы сүйлөнгө, кызыктуу сүйлөнгө мен 5 упай берем. Силер да катышкылачы, майдагыр, тамчы кыз, телбай тентек көрдүңбү? Сууга балдар сүйлөнгүсүп атат. Кана. Сууну кордобош керек. Сууну кордобош керек. Эң биринчи бизге балдар суу эмнеге керек экен? Ичкенге. Суусуз бизде жашоо жок экен. Андан кийин эмне экен? Кир жууганга, тазалыкты сактаганга. А эгер жуубай жүрө берсек, эмне болмок эле телбай тентекте болуп? Беттерибиз кир болот. Телбай тентек мындай эч качан жүрбөшүң керек экен. Телбай тентек. Турабай, балдарга убада бересиңби? Турабай, бересиңби убада? Айта кой. Бул? Экинчи не кыласың? Тентек кылбай. Дайыма таза жүрүп. Эмне деген сөзүң бар? Сууну бала болбойбу, табигатты коргойбу. Чуңкап барат. Ден соолукту чыңдайбыз. Дагы кайсы жерден кезиктиребиз? Бассейнден. Бардыңар беле бассейнге? Дагы эмнеге керек экен суу? Чайга. Ичкенге керек экен, тамак ашыбызга. Чайга. Эмнени көрүп атасың? Солар эмне? Соктор. Ширелер. Мына ар түрдүү ширелер. Бул эмненин ширеси экен? Бадыран шире кылса болот экен, булчу. Клубника, кулкунайдан шире кылса болот экен, булчу. Лимон. Балдар, бул ширелерди көп ичсеңер оорубайсыңар. Ден соолукка пайдалуу экен. Көрдүңөрбү? Суу жөнүндө көп нерсени үйрөндүкпү? Анда сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Сууну кайсы жерде кездештирет экенбиз? Көлдөн, бассейнде, булактан, көлдөн, ысык көлдөн.
Köl'dön dagы Анядон. Мончодон Азамат Фонтан. Фонтан. Азамат сыңар бүгүн сабакка активдүү катышты эки команда тең. Бүгүн достук командалар сотто. Ошондо эмне дейбиз баарыбыз? Ура! Кийинки сабакта суунун сүрөтүн тартабыз. Ар түрдүү сүйлөмдөрдү түзөбүз, агеме